Сәлем достар, бүгін өте жылдам дайын болатын пицца рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Үстінен суымызды, ашытқымызды, тұзымызды және қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы осылай араласқаннан соң үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Менде бұл қамыр 2 пиццаға арналған. Дәл осылай илеп 40 минутқа жауып қоямыз. 40 минуттан соң осылай 2 зуалаға келтіріп, тағы да қойып қоямыз. Салмасын өзіңіз қалағандай салсаңыздар болады. Қамырымыздың осылай үстінен кішкене сұйық майымызды құйып, жұмсақ қамыр болып шығады. Осыны қолмен немесе оқтаудың көмегімен шайсаңыздар болады. Домалақ пішінге келтіріп, барлығын осылай жайып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 200 градусқа. Арасына соусын менде майонез бен кетчупты осылай араластырып жағатын боламын. Келесі видеоларда оригинал соус рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осылай тапамызға салып, кішкене бортиктерін шығарып, осылай барлық соусымызды жағып шығатын боламыз. Үстінен шұжықтарымызды қойып, 2-3 минутқа қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Өте жылдам піседі қамыры. Және өте жұмсақ болып шығады. Осылай кішкене пісіп шыққаннан соң үстінен барлық сырларымызды осылай үстінен қойып, тағы да 2-3 минутқа сол пешке салып алатын боламыз. Қамыры осылай өте нәзік, жұмсақ болып шығатын болады. Екінші қамырымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша дайындасаңыздар болады, салмасын. Соленый огурцымен дайындадым мен, өте дәмді болып шығады. Оны да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.